Солтүстік Қазақстан тарихқа бай, қайталанбас табиғатымен және заманауи қала динамикасымен таңғаларлық түрде үйлесетін аймақ. Ежелден бастап бұл жерлер көшпенділердің, сауда жолдарының, мәдени алмасулардың мекені болған. Бұнда скиф қорғандары, түркі ескерткіштері, көне бекіністер сақталған. Көкшетау Ақмола облысының орталығы, Көкшетау тауларының етегіндегі көркем аймақта орналасқан. Бурабай курорттық аймағына жақын орналасуы оны туристер арасында танымал етеді. Солтүстік Қазақстан еліміздің ең көркем түпкірлерінің бірі болып саналады. Бурабай Қазақстанның інжу-маржаны, таза көлдері, жартастары мен қарағайлы ормандары бар әлемдік деңгейдегі курорт. Туристердің сүйікті және жеріне айналған оқжетпес жартасының биіктігі шамамен 300 метрді құрайды. Ол үшбұрыш пішінді. Бұл таудың басы жерде жатқан тас пілге ұқсайды, сондықтан кейде оны адамдар піл деп атайды. Жалпы оқжетпес шыңына шығуға болады. Оған шығатын бірнеше туристік маршруттар да бар, бірақ биік жартастан тек альпинистік құралдардың көмегімен ғана түсуге болады. Имантау мен Шалқар солтүстік Қазақстан облысындағы танымал демалыс орындары болып табылады. Олар жағажай демалысы, су спорты және экотуризм үшін өте қолайлы. Имантау көлінің аралы республикалық маңызы бар табиғат ескерткіші, алаңы 36 гектар құрайды. Биіктен арал жүрек тәрізді пішінге ие екенін аңғарамыз. Арал бұл жердегі сирек кездесетін қазақ аршасымен жамылған. Ол аралдың жағалауында өсіп, оған ғажайып күй береді. Имантау көлінде әртүрлі балықтар түрлері көп, шаяндар болғандықтан суы мөлдір. Жағажайдан алыс емес жерде қарағайлардың астында демалуға арналған жерлер жабдықталған. Зеренді туристердің назарын қызықтыратын сиқырлы ормандар, көркем шатқалдар, жартастар, каньондар мен бұлақтар мекені. Ондағы ауа керемет таза қарағай орманның арқасында ол озонмен қаныққан. Зеренді көлі тектоникалық шығу тегі. Көлдің түбі тегіс, құмды кейде қиыршық тастармен және жеке тастармен жабылған. Көлдің ұзындығы 7 шақырым, тереңдігі 6 метр. Көлдегі су тұщы, мөлдір. Зеренді төбелері мен көлдері бар көркем аймақ. Оны көбінесе кішкентай Бурабай деп атайды. Северный Казахстан – это регион, где удивительным образом сочетаются богатая история, уникальная природа и современная динамика городов. С древнейших времен эти земли были местом кочевий, торговых путей и культурного обмена. Здесь сохранились курганы скифского времени, тюркские памятники и старинные крепости. Көкшетау – центр Акмолинской области, расположенный в живописной местности у подножия Көкшетауских гор. Близость к курортной зоне Бурабай делает его популярным среди туристов. В Северо-Казахстанской области есть своя природная жемчужина, которая входит в десятку туристических мест республиканского значения и ежегодно привлекает отдыхающих со всей страны. Главным туристическим центром области считается Айтауский район. Он позиционируется как Имантауско-Шалқарская курортная зона, и все самые важные туристические и природные достопримечательности находятся именно здесь. Ландшафт, в котором можно встретить небольшие горы, густые зеленые массивы и, конечно же, водоемы, самое главное из которых озеро Шалқар и Имантау. Курортная зона включает в себя и множество охраняемых археологических и архитектурных памятников. Государственный национальный природный парк Көкшетау, национальный парк в Дзержинецком районе Акмолинской области и Айтауском районе Северо-Казахстанской области. Курорты Көкшетау, Северный Казахстан – это не просто степи, это уникальные пейзажи, богатое наследие и душевная атмосфера. Северный Казахстан – это не только степи, это бескрайние горизонты, свежий воздух, удивительные озера и горы, богатое наследие и душевная атмосфера. Если вы хотите отдохнуть от шума, почувствовать единение с природой и узнать больше о культуре Казахстана, обязательно посетите этот регион.